Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге Дамиткен. Бүгін фаршированный перец рецептісімен бөлісемін. Кешкі асқа міндетті түрде пісіруге кеңес беремін. Менің арныма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпілді басып кетіңіз. Рахмет. Фарш салынып тұрған ыдысқа пияз, күріш, тұз, бұрыш, ас қасықпен жақсылап араластырамыз. Мен тәтті бұрыштың ішін алдын ала тазаладым. Фаршымызды тәтті бұрыштың ішіне салып шығамыз. Кастрюльге күнбағыс майды құйып, пияз, сәбіз салып, қасықпен араластырамыз. Шымшы тұз, бұрыш саламыз. Тәтті бұрышты кастрюлемізге қойып шығамыз. Қайнаған жылы су құйыңыз. Орташа отта 30-35 минуттай пісіреміз. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша поджарка кезінде томат қосуға болады. Негізі мен томатты қоспаймын. Томатсыз да түсі керемет болып шығады, дәмі өте тәтті. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лүпілді басып, тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіз.